Инсталауға дайынсыздар ма? Ондай болса кеттік. Сиви Махмуди бейнебаян түсіремді басынан айырла жаздады. Қалай құлағамды есімде жоқ, шыны керек. Арқамен түстім. Басымен осы оң жақ бетім көбінесе жарақат алды. Серікбол Сайлаубек 4-ші рет әке атанды. Міне, бүгін Алла қаласа 4-ші баламды ол роддомнан шығарып отырмыз. Мына жолдасым. Жеңіс Ысқақованың сахналық көйлегі қанша тұрады? Менің алып жүрген көйлектерімнің 200 мыңнан арзаны жоқ. Режиссер Азамат Ержанұлы әріптестеріне өкпелі. Біреудің идеясын алу, біреудің ойындағы нәрсені өзіні қылып істеу дұрыс емес негізі. Жұлдыздар қызғаншақ па? Қызғанбайсың оқсын? Елімеш? Я поняла, нет. Мас келіншектер жігітіңізбен билеуге бола ма деп Ғанекеңді вальсқа шақырып, қолдарын костюмның ішіне кіргізіп жіберген кездер болған. Күйеулеріңізді қатты қызғанып тұрсаңыздар да, қызғанбаған сын айтады, танытыңыздар. Отандық шоу-бизнесте байдың қызы атанған Сиви Махмуди жақында ғана Гоа аралына барып 3 бірдей бейнебаян түсіріп қайтты. Алайда продюсерге үнді елі мүлдем ұнамаған. Себебі Бара салып мен қабағым түйіліп кетті, бізді қайға шақырдың деген сияқты. Мен ең лас кірі елдердің бірі Таиланд па деп жүрсем, Гоа енді өзгеше бір не екен, лас қалай екен, ұнаған жоқ. Өте түсіретін әдем жерлер аз болды. Бастысы бұл емес. Гоада бейнебаян түсірем деген Сиви ауыр жарақат алған. Дәлірек айтсақ, түйеден құлапты. Сол түйеде түсірдік, түйенің үстінде өте биік түйе екен, өзі білмеймін, 3-4 метр ма қанша. Соның үстіне лестница қойып, лестницамен шығып, зорға отырып түстім да. Бірақ бір минутта білмеймін, сол отырған кезде қиялсырап кеттім да, ойыма жаман ой келіп кетті өзімен өзі. Білмеймін неге де. Енді болады ғой, адам болғаннан кейін неше түрлі. Өліп қалсаң қандай болады деген сияқты. Білмеймін, сол моментте сондай ойымнан сондай өтті. Артынша уже құлап баратыр екенмін да. Құлап баратырмын, уже есімде жоқ, уже жатырым, уже демаламай отырмын да. Қатты құладым өте. Қалай құлағамды есімде жоқ, шыны керек. Арқамен түстім. Басымен осы оң жақ бетім көбінесе жарақат алды. Осы жақпен күш осыға түстім. Айта кету керек, бұл сәтте жұлдыздың жары да жанында болған. Өнер иесі үйдегі отағасының өзіне деген оттай сезімін сол кезде сездім дейді. Ең бірінші жүгіріп келген жолдасым болды. Қалғанына Айдарбек бәрі қарап тұрды, сол тұрған ғой, өткен шок болып қалды, бәрі шоковое состояние. Бейнебаян түсіріп жатқан, камера қосылып отыр. Оны түсіріле берген, ешкім ол камераны өшірмеген де, маған ешкім көмекке жүгірген де жоқ. Жалғыз жолдасым, енді жолдасыма ғана керек екен. Клип шын Жампида деген Светта жарақат алса да түсірілімді тоқтатпаған. Өмірмен еш нәрседен қорқпаймын, Аллаға шүкір. Бір Алладан ғана қорқам. Сол себепті мен қорқпай еркін отырдым түйеден, өткен мотоциклді өзім көлікте бәрін айдай беремін, өзім кішкене. Мотоцикл демекші, жұлдыз бейнебаянның сюжеттік желісінде жан-жарымен жолға шығады. Сол сәтте Мойнынан сүйіп еркеленді, сондай қылықтар. Онда ерінмен сүйес ондай он жоқ. Бетінен сүйіп құшақтап дегенде де сол күнделікті махаббат ғой. Өмірдегі махаббатын көрерменге паш етем деп түйеден құлаған жұлдыздың жағдайы жақсы бүгінде. Бастысы бейнебаянның түсірілімі аяқталған. Жаным сені сағындым, тағдырдың жазғанына бағындым. Дара даусымен талай қыздың жүрегіне жара салған Айдар Тұрғанбек қызды болды. Бұл туралы топ продюсері Ерғали Әбдірайымов өзінің инста парақшасында жариялаған. Бүгін бізде құтты күн. Сүйінші, біздің Айдар қызды болды. Аллаға шүкір, бауы берік болсын.
ата әжесіне құтты болсын деп айтамыз. Өнер иесінің өзі қарапайымдылық танытып көрерменнен сүйінші сұрамаған. Есесіне 4-ші рет әке атанған Серікбол Сайлаубек мақтанудың жоғары сатысында тұр. Дүние есігін енді ашқан ұлым перзентханадан бірнеше Геленваген көлігімен шығарып алды. Көңіл күйіміз 100% емес, 200% көтеріңкі, өйткені міне бүгін Алла қаласа 4-ші баламды ол роддомнан шығарып отырмыз. Мына жолдасым керемет. Ұлына Арыстан деп ат қойған Серікбол қуанышын жасыра алмады. 4 балалы әке мұнымен тоқтамаймын деп белді бекем буынға. Экспоға қарсы бір 30 балаға бола ма екен? Қалай болады екен? Енді Алла тағала бергені ғой, біз адам айтқан бола бермейді, әйтеуір. Алла тағала маңдайымызға не жазды, сонша баланы өмірге алып кеп, жаңағы иман жүздігі өсіруге әкесі мен Серікбол Сайлаубек дайынмын. 10 балама, 20 балама, 20 баланы да асырауға дайынмын, асыраймын, көтеремін. Серікбол өте балажан жұлдыз. Сол себепті де әнші перзентін көру үшін басқа қаладан арнайы ұшып келіпті. Жоқ, маған ондай гастроль егерде балам шығару керек па, мен бәрін тастаймын маған жан ұям қымбат жұмыстан. Жан ұям менің байлығым, менің бар бақытым. Сондықтан да мен жан ұямды мейлі Америкада Бритни Спирспен ән айтсаң да жүр роддомнан өздері шығарып алады десе де бармаймыз қайда. Жан ұясын жанынан артық көретін әнші ұлынан 2 күн бұрын дүниеге келген Айдар әріптесінің қызына да тілегін жаудырды. Бауырыма тілейтін бау берік болсын, болашақта тек қана әке-шешесінің баласы емес, болашақта қазақ елі мақтанатындай беделді бетке ұстар азаматтардың қатарынан Алла тағала нәсіп етсін. Бала деген бауыр етін деген жұлдыздарды да біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ура! Әрі қарай инсталайық. Жеңіс Ысқақованың сахналық көйлегі қанша тұрар? Менің алып жүрген көйлектерімнің 200 мыңнан арзаны жоқ. Режиссер Азамат Ержанұлы әріптестеріне өкпелі. Біреудің идеясын алу, біреудің ойындағы нәрсені өзіні қылып істеу дұрыс емес негізі. Жұлдызды жұптар екінші жартысын өлердей қызғанатын көрінеді. Қызғанбайсың ғой? Елімеш? Я поняла, нет. Мас келіншектер жігітіңізбен билеуге бола ма деп ғанекеңді вальсқа шақырып, қолдарын костюмның ішіне кіргізіп жіберген кездер болған. Күйеулеріңізді қатты қызғанып тұрсаңыздар да, қызғанбаған сын айтады, танытыңыздар. Жаңа күн кел маған, үміт бер маған. Отандық шоу-бизнестің қақ ортасынан ойып тұрып орын алған Жеңіс Ысқақова кезекті кешіне дайындалуда. Сол кешке түрлі көйлектер алу керек. Көрерменнің көңілінен шығу үшін әнге де, сәнге де мән беру керек дейді ол. Артистер ай сайын көйлек тіккізеді, айда тіпті 2-3 рет. Өйткені жаңағы концерттік бағдарламаңыз бар, клипіңіз бар, тағы да съемкілері бар. Сол кезде бір көйлекпен жүре берсең, қазір көрерменді алдай алмайсың. Ой, мына көйлегін тағы киіп шықты ғой демегесін деп, әйтеуір жүгіріп келеміз. Сахнаның серкесі жұрттың жылы лебізін есту үшін киімді талғаммен таңдайды. Әрине, бірінші мен матаның түсін, матаны өзім таңдаймын. Сосын осындай типтес мата болса, мысалы мынандай бір күлгін түсті болсын дейміз, мысалы мынандай әдемі жаңағыдай теплые цвета дейді ғой, жылы түсті маталар болса деп айтам. Мен тапсырыс беруші болғандықтан менің талғамымен, менің таңдауыммен келсем. Сосын барып әрі қарай өзінің ойын қосады. Оның енді бұл шығармашылық байланыс дейді оны. Тек дизайнердің қызметіне жүгінетін жұлдыз салмақ тастағалы бері киім сөресін толық жаңартқан. Ерекше ұнайтын көйлектерін, өзіме ұнайтын әлі киіп болмаған көйлектерімнің бәрін ішінен тігіп тастадық. Басқасы тұр.
ертеңгі күні алдымнан шыға ма деп. Өйткені көйлектердің маталары қымбат болғандықтан оны бүйтіп тастай салуға болмайды. Ал енді киіп болғандарымды әпкеме, сіңіліме, туысқаныма, жеңгеме берем. Әдемі көйлек үшін қымбат матаға ақша аямайды ол. Керісінше тапсырыспен тіктіруге тырысады. Сол себепті оның үйінде арзан көйлек жоқ. Енді бұл көйлектің бағасын әлі маған айтқан жоқ, бірақ енді менің алып жүрген көйлектерімнің 200 мыңнан арзаны жоқ. Одан жоғары. Менің капитаным. Бұл қойылымдар әлі де көрерменнің есінде. Өнер жолын Бауыржан шоу театрынан бастаған Әбунәсір Серіков талантымен талайды тәнті етті. Актер сахнаға шыққанда халықтың қуанышында шек болмайтын. Бүгінде Әбекең өзі ашқан Нысана театрын басқаруда. Құдалықта жүрген құдағидың фигурасына ұқсайды екен. Сері мырза Серіков жақында кенже қызын ұзатты. Бұл Әбунәсірдің өз өмірінде болған оқиға деп ойлап қалмаңыздар. Бұл Әбекең басты рөлін сомдайтын ән баяннан үзінді ғана. Соңғы уақытта әкенің рөлін жиі сомдайтын юморист бірнеше клипке түсті. Мінезін қараңыз, тамсанып қаламыз, анама ұқсайтын бір қыз аламыз. Актер қатысқан соңғы туынды «Саған да, маған да үйлену керек» деп аталады. Клиптің режиссері болашағынан үлкен үміт күттіретін Азамат Ержанұлы. Тың дүниелерді түсіруге тырысатын Азамат осымен 17-ші бейнебаянын түсіріпті. Толығырақ келесі сюжетте. Ұқсастықты байқадыңыздар ма? Я, екі бейне баянның сюжеттік желісі егіз қозыдай. Енді үшінші егізді қарсы алыңыздар. Жүрегімді ұстап тұрып, жыладым. Бір кездері режиссерлар әндегі махаббатты триллер арқылы жеткізді. Қан, соғыс, атыс. Сол көктемге балқитын күшінен бар. Уақыт өте келе қаржыны аз талап ететін клиптерге көшті. От жанарым, жақты сезім алауым. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Бірер жыл бұрын ретро ән баяндар сәнді болды. Мен сенімен кездестім, мен сенімен кездестім. Енді міне би арқылы кейіпкерді сөйлетуге көшкен. Жалпы бұл идеяны көп клип көрсеңіздер, бейнебаяндарда көбінде жаңағы махаббатты кәдімгі өзінің сөзбен есімен білдіреді. Бимен, яғни екі жастың арасына махаббатты сол бимен келтірсек деген оймен идея ойлап, онымен бір-екі әншілерге айтып жүрдім. Оның ішінде атақтылар да бар, оның ішінде өзімнің достарым бар. Достары өз достарына тарату арқылы Азаматтың ойындағы идеялар бастан басқа жеткен. Алайда идеяның түп төркіні кімнен шыққанын енді ешкім дәлелдей алмайды. Логически қарасаңыз, мен дәлелдемеймін ол нәрсені, бірақ кадрмен кадр қарасаңыз, өз құқығын ол енді дәлелдей алмайды. Ендеше инсталайық бағдарламасының көрермені ақиқаттан хабардар етуді көздеген. Дәл осы клипте де мысалға менің идеям бірден бір жалпы келеді. Көрдіңіздер ме, нарықтада не бар? Жіптері бар, жаңағы алдыңғы клипте де жіптері бар.
негізі араларында енді көбіне байқалмас, бірақ маған байқалады. Зарина Омарова Аяла деген әні бар ғой. Аяма ма білмеймін, в общем, қандай шыққан. Зарина Омарова деген әнші қыздарымыз білесіздер ғой. Мысалға соның клипін қарасақ, жіп бар арасында. Мына мысалға художестволық жағынан қарағанда ұқсастық бар да. Екі клиптің өзінде ұқсастық бар. Енді жалпы енді түсінген шығарсыздар негізі қайдан алынған идеяны. Әріптестеріне әбден ренжіген клипмейкердің өкпесі қара қазандай. Біреудің идеясын алу, біреудің ойындағы нәрсені өзінікі қылып істеу дұрыс емес негізі. Олай дұрыс емес. Әркімнің өзі басы бар, әркім өз ойлау керек. Бүгінде сахнаның сәніне айналған жұлдызды жұптардың саны көп. Ал сапасы? Әңгіме бұл туралы емес. Өткенге көз жүгіртсек, отбасылы дуэттердің тарихы сонау Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтерден бастау алады. Оздырыпты жағыңдай, сындырыпты сағыңдай, өңір салып өңдеріп, көтерсем деймін бағыңдай. Өнерде де, өмірде де бірге жүрудің қиындықтары көп. Соның бірі қызғаныш. Мен қызғанамын, алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Кей кезде тойда енді билей бассаң, кейбір кісілер бар ғой, енді ішіп алған кісілер келіп қайта-қайта ән айтып бассаң, келіп алдыңа келіп тұрып билеп, қиқаңдап отыр. Сол кезде ойлап қойсың, мына кісі өзі қоя қойса екен деп, көп кісілер ғой. Дананың әділіне ғана емес, ботаның ғанине де әйелдер үйір көрінеді. Бір-екі тойда бір мас келіншектер жігітіңізбен билеуге бола ма деп Ғанекеңді вальсқа шақырып, қолдарын костюмның ішіне кіргізіп жіберген кездер болған. Бәрін айтпа. Жүрегімді діз-діз еткізіп. Тау-тау сезімнің арқасында көңіл қосқан Бүркіт пен Аишада қызғаныш деген проблема жоқ. Қызғанбайсың ғой? Я поняла, нет. Айтшы, қызғанбаймын. Қызым. Скажи еще раз. Айша қызғанбайды. Мен де қызғанбаймын. Сондықтан бізде ондай, енді Құдай сақтасын, бізде ондай жоқ. Аға буын өкілдері қызғанышқа келгенде қыр білдірмейді. Алайда жастар жағы мұндай жағдайды жасыра алмады. Мен расында қанша қызған, қанша айт, қаншалық дұрыс керіс болсын, жалын жыла, барлық еркек істейтін істейді, баратын жеріне барады. Қасындағы күйеуін қызғанбайтын Назымгүл ханым керісінше, ер адамның қыдырғаны дұрыс деп бізді шалқамыздан құлатты. Әдемі еркектер, ақылды еркектер ғана баршаға ұнайды. Мен ойлаймын, баршаға ұнаса, яғни менің күйеуім жақсы күйеу деген сөз деп ойлаймын. Олардың үйленгеніне 3 жыл болған. Десе де Назымгүл ханым Наурыздың бар болмысын біліп алған. Ал қызғаныштың отына өртеніп жүрген замандастарына кеңесі бар. Қыз келіншектерге айтар кеңесім, күйеулеріңізді қатты қызғанып тұрсаңыздар да, қызғанбаған сын айтады, танытыңыздар. Себебі қызғанған сайын, сезіміңізді қатты көрсеткен сайын, еркек сіздерден қашады. Әрқашанда ат айналып өз қазығын табады дейді ғой қазақ. Сонда ғана өмір мәнді айналмайды дос, сонда ғана көңіліміз қос. Жұлдыздардың көпшілігі бұл тақырыпқа келгенде әңгімеден қашып жатса, Наурыздың Назымгүлі осылай айды аспанға бірақ шығарды. Айтқандары шындық па, сұмдық па, оны уақыт көрсетеді. Өпенді пешім, әлі ғызып жетесің, аялайды анашым, әлпештейді әкешің.